Hey guys, бүгін бізде ағылшын тіліндегі тегін сабақтарымыздың алғашқы күні. Біз A1, A2 деңгейіне, яғни beginner elementary деңгейіндегі тақырыптарды оқитын боламыз. Бүгінгі біздегі бірінші сабақ ол present simple, яғни жай осы шақ. Жалпы бұның қолдануы қай кезде қолданамыз, я? Present simple'ды біз күнделікті тұрмыс тіршілігімізде айтқан кезде қолданамыз. Жалпы күнделікті тұрмыс тіршілік дегенге не кіреді? Мысалға, сіздің күнде қайталанып істейтін әдеттеріңіз, күнде таңертеңгісін тұрып, тамақтануыңыз, жұмысқа бару, сабаққа бару, аптасына 2 рет спорт залға бару, осының барлығы біздің тұрмыс тіршілігіміз. Яғни күн сайын, ай сайын, апта сайын қайталанатын дүниелер біздегі тұрмыс тіршілік деп аталады. Осы кезде біз present simple'ды қолданамыз. Ал формуласына келетін болсақ, ағылшын тілінің сөздің орын тәртібі бар, және де ол ешқашан өзгермейді, және өте оңай. Мысалға, сізге қарапайым сөйлем құрау үшін бірінші кезекте subject, яғни бастауыш, іс-әрекетті жасайтын адам немесе зат. Ол жерге сіз адамның атын қоя аласыз, не болмаса мен, сен, олар, ол деген сияқты есімдіктерді қоя аласыз. Екінші ол verb, яғни етістік. Етістік дегеніміз не? Ол іс-әрекет, іс-қимыл. Қазақ тілінде барлығы у әрпіне бітеді, ол мысалға бару, жұмыс жасау, көру, келу, осының барлығы етістік, яғни іс-әрекет. Осы екеуін қосасыз, болды. Қалған ешқандай сөйлем, сөз, жалғау ешнәрсе жоқ. Мысалға, subject алдыңыз, verb алдыңыз, I work, мен жұмыс жасаймын. I work, мен жұмыс жасаймын, жалпы жұмыс жасайсыз. Немесе айдың орнына басқа есімдіктерді қойып, you work, сен жұмыс жасайсың. Яғни you, сен, әрекетті жасаушы адам, work, іс-әрекет, болды. Осы екеуі ғана. You work, сен жұмыс жасайсың. I work, мен жұмыс жасаймын. Осы тұста I work деген кезде мен жұмыс істеймін деп айтылып тұр. Бірақ сіз дәл қазір жұмыста емес, үйде ұйықтап жатуыңыз мүмкін. Не болмаса қазір сіз басқа жерде бір қыдырып жүріңіз мүмкін. Бірақ сізді жұмысыңыз бар. Сіз жұмыс жасайсыз. Яғни дәл қазір болып жатқан дүние емес, жалпы факт айтқан кезде қолданылады. I work, мен жұмыс жасаймын. Ал енді қалған сөйлемдерді де құрау үшін subjecттен кейін кез келген етістікті қоя бересіз. Болды. Мысалға, есімдікті аласыз, you деген, сен, you know, сен білесің. Немесе we know, біз білеміз. Уже сізде сөйлемді. Екі-ақ сөз сізге жеткілікті сөйлем құрау үшін. They study. Олар оқиды. Олар оқиды. Олар оқиды. Бізде they study. Study бізде именно бір жерде оқу. Мысалға, мектепте, колледжде, универде, сондай жерде оқуды біз study деп айтамыз. They study. Яғни олар оқиды. We understand. Біз түсінеміз. We understand. Ал енді he, she, itқа келген кезде бізде кішкене бір өзгешелік бар. Яғни сөйлемнің соңына s немесе еш жалғауы жалғанады. I work, яғни мен жұмыс жасаймын деп айтсақ, біз просто I work деп айтамыз. Ал егер ол жұмыс жасайды, ол деп үшінші жақты айтатын болсақ, онда етістіктің соңына s жалғанады. She works, ол жұмыс жасайды. Тек қана осы шақта болымды түрде айтқан кезде ғана he, she'тің соңына s жалғанады. She works, ол жұмыс жасайды. Ал енді біздегі и әрпі, жаңа айттық қой, s немесе еш жалғанады деп. Сол қай кезде еш жалғанатын айырып алайық. Мысалға, y әрпіне сөйлем бітетін болса, және y әрпінің алдында дауысты әріп тұратын болса, онда оған тек қана s жалғанады. Мысалға, I play, мен ойнаймын, he plays, ол ойнайды. Неге олай? Себебі мына y әрпінің алдында I деген, яғни a әрпі тұр, біздегі дауысты a әрпі тұрғандықтан, оның соңына тек қана s жалғанады. Ал енді қараңыздар. I study, мен оқимын. She studies, өзгеріп кетті. Неге? Себебі y әрпінің алдында дауыссыз d деген әріп тұр. Егер y-дың алдында дауыссыз d тұрса, яғни дауыссыз кез келген бір әріп тұрса, онда y бізде I-ге айналып кетеді. She studies. Дауыссыз тұрған жағдайда ғана y әрпі I-ге айналып кетеді. Мысалға, cry,
cries. Study, studies. Try, tries. Ал енді қазақ тілімен салыстырып жіктеп көрейік. Яғни бізде қазақ тілінде оқу деген етістік бар. Сол етістікті алып, бөліп жіктейтін болсақ, мысалы, мен оқимын, сен оқисың, олар оқиды, біз оқимыз, ол оқиды. Яғни оқудың біз аламыз да, оқу деп тура қоя салмаймыз. Оның жанына апарып көптеген жалғау жалғаймыз, оқудың у тұсқа болған и жалғаймыз, одан кейін мын, сын деген адамға байланысты жалғаулар жалғаймыз. Қазақ тілін үйренсем, бұл кәдімгідей қиын. Ал енді ағылшын тіліне келетін болсақ, сіз read деген, оқу деген етістікті аласыз да. Мен, сен, ол, біз, жалғай саласыз. Мысалға, I read, ешқандай жалғау қоспайсыз. I read, мен оқимын. You read, сен оқисың. They read, олар оқиды. We read, біз оқимыз. Тек қана he, she, it деген кезде болымды түрде s жалғаймыз соңына. He reads, ол оқиды. She reads, ол оқиды, қызға. It reads, ол оқиды. Яғни ағылшын тілі өте оңай. Просто subject плюс verb. Бітті. Тым жалғау ешнәрсе жоқ. Болымды сөйлемде осылай жасаймыз. Ал енді біз сұраулы формуласын жасап көрейік. Ағылшын тілінде сұрақ қойған кезде, мысалға біз қазақ тілінде қалай сұрақ қоямыз? Қазақ тілінде сұрақ қойған кезде, сен жұмыс жасайсың ба? Ба, осы ба дегенді ағылшын тілінде сөйлемнің басына апарып қоямыз. Яғни, сен жұмыс жасайсың ба деп сұрағыңыз келсе, ба сөйлемнің алдында тұрады. Ол бізде do. Осы жақта do. Яғни, мен, сен, біз, олар деген кезде сол do қолданылады. Do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Do you work? Немесе do we work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Яғни, ба сөйлемнің басына кетеді. Subject'ің алдында тұрады. Мысалы, сіз банана сөйлем құрадыңыз ғой. You work? Сен жұмыс жасайсың деген соның орын тәртібін құртпайсыз, тек қана you'дың немесе басқа да есімдіктің алдына апарасыз да, do'ды жалғай саласыз. Бізде қазақ тілінде баны сөйлем соңына, ортасына қыстырмай тек қана соңына қоямыз ғой. Сол сияқты do'ды ағылшын тілінде басына қоя саласыз. You work? Сен жұмыс жасайсың. Do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Do they study? Олар оқи ма? Do they study? Do we know? Біз білеміз ба? Do we know? Біз білеміз ба? Ал енді бағанағы he, she, itқа келген десе, бізде тағы бір өзгешелік бар. Яғни етістіктің соңындағы s, es жалғауы мына doға жалғанып кетеді. Яғни does деп сұрақ қоямыз. Және етістіктің соңындағы s осыған кетіп қалғандықтан етістіктің соңында тұрмайды. Мысалға, ол жұмыс жасай ма деп сұраған десе, does she work? Does she work? Ол жұмыс жасай ма? Does she work? Яғни does she works деп қоспаймыз. S уже does-да тұр. Does she work? Ол жұмыс жасай ма? Does he study? Ол оқи ма? Does he know? Ол біле ма? Яғни he, she, itқа келген кезде does жалғанады. Сұрақ қойған кезде. Ал етістіктегі S does-ға кетіп қалғандықтан бұл жерде болмайды. Ал болымсыз түріне келетін болсақ, біз бағанағы do көмекші етістігіне not жалғайтын боламыз. Және бұл біздегі subject деңгейін келеді. Яғни мен, сен, ол дегеннен кейін do not'ты қосамыз. Ол бізде қысқаша don't. Мысалға, I don't study. Мен оқымаймын. You don't work. Сен жұмыс жасамайсың. We don't like. Біз ұнатпаймыз. They don't know. Олар білмейді. Subject пен verb'тің ортасына don't жалғауын жалғаймыз. Болымсыз түрде, яғни мен оқымаймын, сен жұмыс жасамайсың, біз жақсы көрмейміз, біз білмейміз. He, she, itқа келген кезде тағы да осы does'ды қосамыз. Яғни does not. Doesn't қысқаша. She doesn't study. Ол оқымайды. It doesn't work. Бұл жұмыс жасамайды. He doesn't understand. Ол түсінбейді. Яғни сөйлемдер өте оңай жасалу жолы. Егер тек қана болымды жасағыңыз келсе, subject плюс verb. I work, мен жұмыс жасаймын. Ал егер сұрақ қойғыңыз келсе, do, яғни қазақ тіліндегі ма-баны сөйлемнің алдына ғана шығара саласыз. Мысалға, do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Ал болымсыз жасағыңыз келсе, осы do not, does not-ты қоса саласыз. Ортаға, subject, verb-тің ортасына қосамыз. I don't work.
мен жұмыс жасамаймын. Яғни барлығы оңай, ешқандай жалғау, ешнәрсе жаттаудың қажеті жоқ. Тек қана осы формула өзгермейді. Тура осы формулаға кез келген етістікті, есімдікті ауыстырып қоя берсеңіз, сізде уже сөйлем дайын. Ал енді сөздіктер. Сөздіктерге келетін болсақ, бізде осы сабақта қолданылған сөздердің аудармасы. Және бұл сөздерді жаттап, міндетті түрде видеоға айтып жіберіңіздер. I, мен, you, сен, we, біз, they, олар, he, ол, ұлға, she, ол, қыз балаға, work, жұмыс жасау, study, оқу. Яғни бір зданияда, бір жерде оқу, колледжде, мектепте, универде оқуды біз study деп айтамыз. Read, оқу, ол кез келген бір нәрсені оқу, кітап оқу, бір жерден бір нәрсе көріп қалып оқу, осыны біз read деп айтамыз. Know, білу, understand, түсіну. Яғни work, study, read, know, understand дегендердің барлығы етістік. Көріп тұрсыз, бізде қазақ тілінде соны умен аяқталады. Етістік. Ал I, you, we, they дегендер есімдіктер. Яғни сөйлемдегі бастауыштар. Есімдіктер осымен басталады сөйлемнің барлығы. Яғни мен, сен деп бастаймыз, сен жұмыс жасайсың, мен жұмыс жасаймын деген сияқты. Сол себепті осы сөздерді білу өте маңызды. Осыны жаттап, видеоға айтып жіберіңіздер. Одан кейін тапсырмаға келетін болсақ, бүгінгі осы шақпен сіздер болымды, болымсыз, сұрақ қоюларыңыз керек. Осы үш етістікпен. Believe, сену, go, бару, buy, сатып алу. Мен бұны историяға да салатын боламын, яғни осымен сұрақ қоясыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта біз осы present simpleға практика жасайтын боламыз. Сол себепті бүгінгі сабақты қайталап тыңдап көріңіздер.